Шыпылақ! Қане бірге? Қанай, тұрш, бет ашып Стамаш, девушка, автографтан артынан беремін. Қайда, қыз, тұршы, бұл тездетші. Естілмей! Қанай, кішкене арасында ояу жүрсейші. Ұйықтай бер. Список қайда? Не список? Что за список? Кеше, помнишь, продукттың списогін жазып қой. Бет ашардың списогі қуасың ба? Міне, список, міне. Так, аха, так. Аха, бірден. Не болып жатыр? Не бірден қылып жатсың? Список дайын ба? Дайын, жан алып отырмын. Қазір шақырамын сен, дайын болыңдаршы, ема? Бар, тез. Ендеше құрметті ағайын, сіздер дайын болсаңыздар, ортаға екі жеңгезді келінді құрмет қошеметпен алып түсіне. Ал құрметті ағайын, келін келе жатыр. Айғай шоғайда. Шапалақ! Алло. Здравствуйте, тетя Няня. Не няня, а Нина. Извините, тетя Ниня. Вы что трубку не берете? Где квартплата? Я что, за вами бегать должна? Сколько уже можно? Не бегать. А это мы просто. Мы просто сейчас. Хозяйка. Алло. Здрасте, тетя Няня. Мы извиняемся, да. Нам час дайте, пожалуйста, мы принесем деньги. Мы сейчас на работе. Если через час вас не будет, я вас выселяю. Понял? Все, хорошо, понял, няня. Бет ашарды бастайық. Так, фамилия, имя, отчество и год рождения. Тілеков Қабдол, Орал қаласында туылған, бет ашамыз. Самалбек Жандос Самалбекович, Қызылорда облысы Қармақшы ауданында туған. Бұрын тойда асаба болып жұмыс істеген, қазір ветоширистің қасында көмекшімін. Қанаев Нұрболат Амандос ұлы, Атырау облысы Құлсары қаласы, ранее не судим. Уголовной ответственности не привлекался. Статус воровской. Вот вы. Брат, YouTube қарап едім. Негізі әншіміз. Недавно группа болып құрылдық. Сендер карантин кезінде той жүргізіп жүрсің. Заңды білмейсіңдер ма? Қазір ашық аспан астында 3 адамнан артық жинауға болмайды. Білеміз ғой аға. Просто білмей алдық. Короче, сендерге штраф 83 000 теңге маскасыз жүргендерің үшін, 83 000 теңге тойда жүргендерің үшін. Вообще 166 000 теңге штраф. Қанша? Аға, бізде ондай ақша жоқ. Өзіміз енді көтеріліп жатқан жерлеріміз ғой. Брат, келсек. Қалай? Тойыңызды тегін басқарып берейік. Сен прикол ұстап отырсың бе? Келсек те аға. Сонда мен телефонды беру керек па не? Басқа амал болды ма не менде не? Әлде 166 000 төлейтін ақшаң бар ма? Бар ма? Өзің телефонды бермейсің бе? Керім жанын ашып баратса. Мен кім беру қылмайды әзір. Біреумен сөйлесшім. Ойбай. Кіммен? Еркес Маханмен ба? Е? Ол сен нағысың? Ол сөйлесуге жатпайды ол. Жатпайды ол. Қалай сонда? Сен дайректке жазасың, ол саған ответ бермейді ғой. Сен өйтіп бар ғой, мен еркемен тіл тигізбетсің ба? Ол ответ береді қазір, қол тимей жүр, неден кеп тұр сен қазір? Тұршы қазір. Тұршы қазір маған звондап отыр. Алло. Екінші көзім көріп кетеді, қойсайшы. Қойш. О, жақсы. Қазір бір минут тұрады. Кімде банкомат бар? Менде? Аха. Қазір сізге карточка нөмірін жазып береміз. Болды, рахмет. Ақша түсетін болды, короче. Хозяйка нөмірін берін деді. Седоктан барып алсайшы нөмірді.
Ол бар екен қайттар. Так, короче, бізде уақыт жоқ. Қандай онда сен неге банкоматқа қарай жүгіре бер, қазір ақша түседі, а біз Қабдол екеуміз хозяйка бара береміз. Давай. Қабдол кеттік. Өзім бара бермеймін. Болды, қойшы енді болды, ренжи бермей. Қойшы, бара бермеймін. Алып береміз ертең телефон. ертең жұлдыз болып кетеміз ғой, нормально түс көріпті ғой. Орындала ма? Иә, жүрші. Орындала ма? Болды, жүрші. Жүресің ба? Иә, аламыз деймін. Давай. Бибішара. Тестик. Жүрші. Радым нағар дәл мекінде қалсықтары. Дәл мекінде ғына. Аржанда ана рубашка дәл мекінде. Прикинь. Кім болса да вкусымыз бірде екен да. Вкус? Сен әшетіңді түсініп тұрған жоқсың ба? Жоқ. Таза тупой екенсің ғой да. Сен дворыңа ұқсай ма еще? Иә, біздің двор бар. Сен терезеңе ұқсайды да? Иә. Мынау жатқан біздің киімдер емес па? Қой кетме, үйге шешіп кеттім киімдерін. Тупойсың ғой. Енді дұрыс емес па? Квартираның егесі бізді шығарып жіберді. Міне киімдеріміз біздің жатқан. Сонда мына біздің киімдер ме не? Жина кел мынаны. Сен мен дәл мекінде Так. Алло, салам алейкум, досым. Қалайсың? В смысле? Қалай сатайынып атсың? Біздің өлең ғой, тачи. Қанай, мен сендерге айттым уже. 4 ай болды күтіп отқаныма. Ән дайын болған кезде ақшасын беріңдер де алып кетіңдер дедім. 4 ай күткен енді. Қудыртпаш, пожалуйста, құттай күте тұршы, жерлес. Жерлесің үшін құттай күте тұршы, пожалуйста. Күте алмаймын, менде де нан жеу керекпін. Уже клиент бар оған. Кім клиент оны? Кім клиент? Серік? Кім Серік? Ибрагимов? Серік Ибрагимов ба? Сәлем айтып бар Серік Ибрагимов. Біреудің ән ұрлай өрмесін, или қызығып біреудің әңгімесіне. Потом ол блогер емес пені. Короче, ақ жерлес, үйді жоқ жерлес. Мә саған 50 000 теңге, қалған бір аптадан әкеп бер, маған өлеңді берші, маған басты кетірмей. Жоқ, сен басың жасай ма вообще, а? Адам құсап сен квартираның ақшасын алып кел деп жіберді ғой? Ән сатып алған соған бар. Қайда тұрамыз, қайда жатамыз? Бірінші куплетіне жатамыз ба? Тоңып қалса қайырмасын жаның? Конкретно мен түсіндер, жігіттер. Бұл өлең бар ғой, мен сендерге айтайын. Хит болады, мега хит болады. Еңбегіміз төктік қой, маған сендер. Таңертең кешке шейін даусымыз қарлығанша өлең жаздық. Басың жасамайды, сенің бар ғой, негізінде ше. Түсінбеймін мен сені. Конкретно определитесь. Осылай әнші болғарың келе ма, или квартира жалдап жүргілерің келе ма? Квартира жалдап әнші болмай ма не? Менгі ғана? Жинап беріп жатыр. Жүріндеш болды, кеттік. Тығылып құбыла бастайым, жүгіріп жығыла бастайым. Көрінет деп жарым, өзімді өзім алдайым. Шегініп бұрыла алмайым. Жігіттер, не істейміз? Өйстіп жүре береміз, Қайда барамыз? Өйстіп жүре бергенде қарызға ақша беретін адам табылу керек бірінші. Жаңа көрдіңдер ғой өзің? Мен біреуден алдым, оны бір басқа жаққа жұмсап жүр. Енді басқа біреулер сұрап көрейік. Кім бар еді, осында ешкім еске түспей қалады. Қабдол, сен қызын өсіреді, қызың байдың қызымен жүресің ғой сен? Құманда жігіттер, мен байдың қызымен жүріп отырсыңдар ма? Қабдол, қиналып жатыр қой, сұрасайшы бірлік. Енді қыздан ақша сұрап алып бет енді. Ұят емес пе? Жоқ, сен одан тағыңнан тұқамайсың ғой, бір рет сұрағанда не тұрады ол? Мен өзім қарызбын, соны естігім келіп отыр ма? Мен басынан басып айтпайсың ба, біз қақтан бейді? Керек болса өздерін сұраңдар. Танисыңдар ғой сендерді. Қазір не істейтініңді білесің ба? Не істеймін? Қабдолдың қызына звондайсың. Қуасың ба неге? Қарызға ақша сұрайсың. Вообще жандос, қуасың сен. Бағана ақшаны кім құртқан білесің ғой, Попал, плати. Жандос, мен нағыл деймін, маған бермей тұр, мен нағыл деп айтамын ғой. Береді. Бәрін ойластырып қойым. Қошым айтасың. Больницадан шықтық дейсің. Қабдол жаман аурумен ауырып қалды дейсің. Тыңдап алсай соңына дейін. Жаман аурумен ауырып қалды дейсің. Қошым еміне 70 000 теңге ақша керек дейсің, түсіндің ба? Жандос, сен қуасың. Сау адамды кәдімгідей ауыр қылып тастаған қате, досым. Звондамайын. Өзің звондайсың. Точно ма қанай? Иә, өзіміз уайымдап кеттік, есілчесін. Уайымдама, бәрі күшті болып кетеді.
бәрі күшті болып кетеді, жазылып кетеді бұйырса. Бірақ дәрігерлер көп ақша керек деп жатыр. Иә. Қанша дейсің ба? 150 мың теңге, кома услугасымен 270 теңге. 270 теңге деп бұл, ой, не ғой? Ой, комаға жатып қалуы мүмкін, соның услугасы. Иә. Біз парк дейміз. Неме, сенде карточка жоқ па? Алло? Алло? Не дейді? Кеатын дейді меқ. Ой, бір қолда. Жеге, мына жер дерске екен да? Жо, там, ұнап тұрма не? Иә. Онда бүгін осяға қонайық та? Давай қонайық. Жеге деймін да? Бұлай қарап тұрсаң, үй жақ кең екен ғой, Привет. Не қалды? Жағдайдың бәрін біліп тұрсың ғой, ең бастысы іштеңе білдіртіп қоймай ма? Біз енді сыртта күліп тұрғанымызбен іште жылап тұрмыз негізінде. Жарайды, тек өзіме сөйлесіп алсам бола ма? Болады, бірақ ауру жайлы ештеңе етпеген, ма? Жарайды. Жан! Отам қалайсың, жақсың ба, амансың ба, не істеп жүрсің? Үйге қонақ кет. Қандай бар шай ғой? Ұялдың, үй қалай, жақсың ба? Айтпақшы, үй жинайын деп тұрады, үй жинай аласың да, болмайды. Жан, мен бәрін білемін. Тек менен қысылмаш, айлақ бірге болып кетеміз. Не шықпа? Не оқыт? Нема? Жаңа біз уақыт берісіп па, дәрі-дәрмек алуға кете берейік. Не дәрі-дәрмек? Жан, дәрігерлер қандай диагноз қойды? Қайда дәрігерлер, қайда диагноз, не айтып тұрсыңдар? Не болды, жігіттер, айтсыңдаршы? Брат, просто ақша болып кетті. Қалай сонда? Қалай жеткіземіз? Сонда сендер мені алдадыңдар ма? Мені пайдаланып ақша алмақшы болдыңдар ма? Жоқ, мен ешқандай қатысым жоқ. Жігіттер, айтсыңдаршы, не болып отыр? Мал екенсіңдер. Не істесеңдер де мал екенсіңдер. Жан, тоқташы, мен саған бәрін Кеше дос. Барлығымызға ортақ іс болған соң ақшаны сұраған. Ренжімеші мен қалам. Нормально, жеге. Бәрі нормально. Я просто натур өшеді ғанамыз ғой. Походу, қарындашып кетті да жаман. Айтамыз. Қас келіп жүрді. Арман қуып келдім Алматыға, жету керек қойған мақсатыма. Танысып көптеген достарменен, шабыт алып қимыл сөздерінен. Ұнатады менің өнерімді, қимылдаған әрбір қылығымды. Ерекше бір сиқырлы бұл қала, жібермейді не кетпемейді. Алды мені сиқырлап, ертеңгі күн құпия. Салынба сен уайымға, Алматыда қалдың ба? Жоспарыңды құрып ал, достарыңды жиып ал. Біз бірге көңіл көтер. Nog bij alle grenzen ritten Jan, je nog bij onlezen ritten Jan. Maar waar geldt het confiant, je droeg on die in ritten Jan. Meer dan de vele van de zichte Jan, dat bij onlezen ritten Jan. Sipiti taka, puka chuka topi dit, pata parappa, sika taka topi dit, tata parappa, siti pa, piki de karopi dit, taka taka. Тағы да сендер ма, сендер сөз ұқпайды екенсіңдер ғой.
Короче, бәріңді қамаймын. Біткен шоу бизнесің. Үшеуің боссыңдар. А? Боссыңдар деймін. Бол. Ей, баугеспелер қалайсыңдар, Арбаттан келе жатыр бұл сендердің арттарыңнан. Анау жылап атқан қыздарды көріп, кім жылатып жатыр десем, сендер екен ғой. Қалай? Менімен жұмыс істеуге дайынсыңдар ма? Тоқта. Қазындар давай. Жандосаға? Достар, егер де сериалымыздың жалғасын көргілеріңіз келсе, астындағы сілтемені оқысаңыздар, барлығы сол жақта жазылып тұр, ссылка арқылы өтіп, біздің айтубтан бірден жалғасын көре аласыздар. Так что, құрметті достар, егер де біз ары қарай тоқтамай жалғастырып түсіре берсін десеңіздер, мына ссылкамен өтіп, айтубқа жазылып, біздің айтубтағы сериалды тамашаласаңыздар болады. Бәрі сіздердің қолдарыңызда тұр. Комментариз.